Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен фунчоза салатын жасаймыз. Бұл видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, және де колокольчикті басуды да ұмытпаңыздар. Сіздердің әр басқан лайктарыңыз мені шабыттандырады. Ендеше оған қажетті заттар: ет, болгар бұрышы, пияз, редька, сәбіз, қияр, чеснок, сельдерей, фунчоза, дәміне қарай бұрыш, тұз, паприка. Достар, біз бәрін турап алдық, енді біз оны еттен бастап қуырамыз. Енді біз етімізді қуырамыз. Мен сковородканы жақсылап тұрып қыздырып, ішіне май құйып алдым. Ендеше бисмилля. Етіміз бабымен қуырылып жатыр. Енді біз оның үстіне бір шай қасықпен соевый соус қосамыз, және де үстінен пияз қосамыз. Тұзды қосамыз. Енді араластырамыз. Егер де сіздердің үйлеріңізде соевый соус болмаса, қосудың керегі жоқ. Достар, әдемі қуырылып жатыр. Енді біз оның үстіне сәбізіміз бен редькамызды саламыз. Бірінші сәбіз. Енді редькамызды саламыз. Араластырамыз. Мінекей достар, енді үстіне қалған көкөністерімізді саламыз. Енді үстіне тұз, бұрыш, паприкамызды саламыз. Бірінші тұзды, паприканы, қара бұрышты, енді қызыл бұрышты. Қызыл бұрыш кішкене ғана саламыз. Енді бәрін жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, әдемі қуырылып жатыр. Енді бұл дайын болғанша фунчозамызды дайындай берейік. Бірінші оны үлкенірек ыдысқа салып, қайнаған су үстіне құйып 10 минутқа қойып қоямыз. Мінекей достар, біз фунчозамызды ыстық суға салып қойдық. Мінекей екеуі де дайын болды, енді біз екеуін біріктіреміз. Енді араластырып аламыз. Мінекей достар, қараңыздар, біздің салатымыз дайын болды. Өте әдемі әрі дәмді. Егер де сіздерге менің рецептімді лайк басып арнама жазылыңыздар, және де осы салат туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.